жерде келесінде қандай? Негізгі түбірі жанында л жұрнақ жалғану арқылы жасалған кезде туынды сын есім болып кетті, иә? Енді балалар, мына жердегі видеоға назар аударайық. Ауыр, жеңіл, дәмі, аш. Мына видеоны көріп білсек, ережеге назар аударайық балалар. Ережені ғана оқып беріңдерші маған. Енді мысал келтіріп көрейік. Мысалы, негізгісі несінде? Өнер. Ол қандай ол? Туындысы несін? Ал өнер де болады, иә? Балалар, осы туынды есінде жасалған кезде зат есімдерге көбінде жалғанады. Себебі мына жерде су, жаңа айтқан өнер дегеннің барлығы зат есім қоя, балалар көбінде сол жұрнақ жалғану арқылы зат есімдерге Л, Н, Д, Д, Т, Т жұрнақтары жасалу арқылы жасалынады көбінде туынды сын есімдер. Ал балалар сын есімдер, мысалы енді негізгі сын есімге мысал келтірейікші. Қандай, ақ, я тағы қызыл, енді мына жерде келесі тапсырмаға қарасаңдар, барлық үшінші тапсырмаға қарасаңдар, мен мына жерде жазып қойдым негізгі және туынды сын есім. Осы сөйлемдерден қалғандарымыз дәптерге бәрін ажыратамыз. Ал маған мына жерде Амина келеді. Амина негізгі сын есімдерді мына жерден ажыратып береді. Және екінші Нұрай келеді. Туынды сын есімдерді мына жерге ажыратып жабыстырып көріп. Ал қалғандарымыз дәптерге жазамыз. Мен қазір тексеремін. Отыр. Дұрыс, иә? Ал туынды сын есімдер әдепті, сүтті, атақты, көктемгі дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Себебі мына жерде қалай жасалып тұр? Туынды сын есімдер. Қалай жасалып тұр? Ешкі. Дұрыс айтасың. Соңына жұрнақтар жалғану арқылы жасалып тұр. Екінші орында бітсек, келесі тапсырманы оқиық. Тапсырмада не берілген? Дұрыс, ендеше оқып береді маған. Жүні бар. Құйрығы және жүні бар дейді. Келесі бағандағының Нұрғайша оқиға. Жазда. Актуальды. Демек, бұл мәтінде не туралы айтасыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Демек, бұл жерде сын есім бар екен. Дәптерімізге осы сын есімдерді теріп жазып қоямыз. Үйде жақасы